Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге жұмсақ болып пісетін мінсіз булочканың рецептісін ұсынамын. Басқа да рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысқа қант саламыз. Одан кейін ашытқы саламыз. Үстіне бөлме температурасындағы жылы сүт құямыз. Егер ыстық сүт құятын болсаңыздар, онда қамыр көтерілмейді. Міне ашытқы реакция беріп жатыр. Араластырып, бетін 10 минутқа жауып қоямыз. Он минут өтті, тағы араластырамыз. Үстіне тұз, бөлме температурасындағы 2 жұмыртқа қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Алдын ала ұнды електен өткізіп алдым. Бірден барлық ұнды салмаймыз, себебі бірден салатын болсақ, қамыр тығыз, қатты болуы мүмкін. Әркімнің ұны әртүрлі, сондықтан 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Менде шамамен 450 грамм ұн кетті. Сіздерде одан аз немесе көп кетуі мүмкін. Соңында жұмсақ сары май қосып, видеодағыдай илейміз. Басында осылай илеуге қиын сияқты болып көрінеді. Бірақ бұл қамырды 5 минуттай ұзақ илеу керек. Сол кезде әдемі жұмсақ болып шығады. Сұйық май майланған ыдысқа салып, көтерілгенше дейін жылы жерге қоямыз. Макты отта қайнатып алуға болады, немесе мен сияқты оған ыстық су құйсаңыздар болады. Жарты сағатқа қалдырамыз. 1 сағаттай қамырымыз көтерілді. Енді тағы бір илеп жібереміз және 20 минутқа қамырды қалдырамыз. Жиырма минут өтті. Қамыр жақсы көтерілді. Енді 4 бұрышты қамыр илейміз. Қамыр қатты жұқа да, қалың да болмау керек. Шамамен 3 мм-дей қамыр жаямыз. Мақтың артық суын төктім. Енді үстіне қант немесе ванильді қант қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Егер макты ұнатпасаңыздар, онда оның орнына джемді пайдалансаңыздар болады. Макты әдемілеп қамырдың үстіне жағып шығамыз. Қамырдың 2 шетін ортаға жинаймыз. Жан жағын жақсылап жабыстырамыз.
Үстін оқтаумен ақырын басып шығамыз. Пицца кесетімен немесе пышақпен кесіп шығамыз. Жгут сияқты орап, аяқтарын бір-біріне жабыстырамыз. Бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Бетін жұмыртқамен жағамыз, сол кезде булочкалар әдемі свет беретін болады. Қыздырылған пеште 180 градуста 15 минут пісіреміз. Булочкалар дайын болды, өте дәмді болып шықты, отбасыма қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.